Эфирде 19-21 подкаста. Ассалаумағалейкум ардақтағы ағайын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, әз наурыз мерекесі құтты болсын. Бүгінгі осы мерейлі шақта біздің мейманымыз студияға келді. 19-21 бағдарламасы әрине бұл кәсіп иелеріне, сала мамандарына қатысты сұраққа жауап беру үшін осы студияға қонақтар шақырамыз. Мерекелік мейманымыз осы қазақтың салтына, ұлтқа және тіліне құрметпен қарайтын және соны өз ішімізде де, өзге аймақтарда насихаттайтын және инвестициялық консалтингтік америкалық бизнес компаниясының президенті Джоэл Адамсон мырза. Қош келдіңіз. Үлкен рахмет шақырғаныңызға. Мен қуаныштымын және мейрамыңызбен құттықтаймын Наурызбен. Көп рахмет. Бізде де осы мереке ортақ. Әрине бұл ұлыстың ұлы күні, бұл табиғатқа, бүкіл адамзатқа ортақ мереке, сондықтан құтты болсын расында да. Енді Джоэл мырза, осы әдегеннен бірден әңгімемізді бастай кетейік. Расында сіздің компанияңыз бұл бағдарламаның да өзінің мазмұны, негізі өзегі сол, мына кәсіп иелеріне қолдау білдіру, ақпараттық қолдау білдіру, олардың табысын еселеп арттыру мақсатында қандай деректерді білген дұрыс, сол тұрғысында айтамыз. Мысалы, сіздердің осы консалтингтік компания ғой, бизнес компания америкалық, осы қалай құрылды және соның бір тарихына тоқталып өтейік басында. Кейін сосын ақтарып, ішінен өз керегін, ақ қарасын айта жатамыз. Жақсы, үлкен рахмет. Осы компания негізі Инвестишем деген компания, мына консалтинг компания 3 жыл бұрын құрылған, мен басталған оны. Мен бұрын Қазақстанда көп уақыт бұрын келгенім, 34 жыл бұрын келгенім, және жұмыс істегенім Теңгешевройлда, Шевронда, ExxonMobilда жұмыс істегенім. Және Теңгешевройлда жұмыс істеген кезде менде сол ағылшынша government relations, осы үкіметтің байланысу үшін көмектескенім, жұмыс істегенім қызмет ретінде. Және мен инженер болып істегенім. Сондай жұмыс маған ұнайды, сондай кемшілікпен кездесу, бастықтармен кездесу, келіссөзді сөйлесу, талқылау. Мен қазақ тілін білгендіктен мен Америка кеттім бірінші жыл бұрын Қазақстаннан, сосын 3 жыл бұрын қайтып келдім. Және қайтып келгенде мен өзім осы компания құрылдым. Бірінші Америкада бізде базы Сиэтл қаласында құрылған, Вашингтон штаты. Және мен Америкада Американ қызметкерлер шақырғаным жұмысқа, оларды Америкада жұмыс істеді. Сосын мен Қазақстанға келгенде біз филиалды ашылғанымыз. Бөлімше осы Астанада, Астанада ашылғаным, дұрыс. Оның мақсаты Қазақстанның мемлекеттік және жеке компанияларына консультациялық қызмет көрсету. Инвестишем компаниясы америкалық компанияларды Қазақстан әлемнің көптеген елдермен салыстырғанда артықшылығы үлкен, ұзақ мерзімді инвестициялар салуға тұрақты ел екенін түсіндіреді. Қазақстанның ғой? Қазақстанда. Қазақстан табиғи ресурстарға бай, бюрократиялық кедергілері аз және білікті мамандары жеткілікті. Қазақстанда жұмыс жасаған қызметкерінде соңғы 30 жылда оның терең тарихын, мәдениетін, қазақ тілін білу арқасында Қазақстанды Америка нарығына шығаруға өз үлесімді қосқым келеді. Джоэл мырза, осыста енді бір сұрақ, тағы бір сұрақ. Ал енді сіз осы екі нарықтың екеуінде зерттеп біліп қарап жүрген жансыз. Қазақстан мен Америкадағы осы кәсіптің, жалпы бизнестің айырмашылығы неде? Бір байқала ма өзі? Айырмашылықтар болады, әрине, және бірде нәрселер болады. Негізі әртүрлі саладағы салыстыруға болады.
Қай жақта жеңілірек кәсіп ашу, мысалы бір бизнес ашу? Америкада жеңіл ме, жоқ әлде Қазақстанда жеңіл ме? Екеуде де жеңіл. Және Америкада мына бізде штат байланысты. Бізде 50 штат бар Америкада, және әр штат өзі ережелер бар, өзі заңдар бар. Кейбір штаттар өте жеңіл болады, басқа штаттар қиынырек болады. Менің штатым Вашингтон штаты, ол өте жеңіл бизнес ашу. Ол көп ақша керек емес ашуға. Тіркеу үшін мүмкін $300 мен тіркеуге болады жаңа компания ашуға. Яғни түсінгеніміз былай, Америкадан сіздер инвестиция тартасыздар, сол сияқты біздің кәсіпкерлер де Америкаға барып өздерінің бизнесін ашып жұмыстарын жасай алады ғой? Иә, сол екі жақта бар. Негізі біздің жұмысымыз негізде Американың ірі компаниялар тартуға, жеке меншік инвесторлар емес, үкімет емес, ірі компанияларды. Мысалы, бізде Хайнс Крафт, міне дүниежүзіндегі ең үлкен помидор өсіретін компания. Қызанақ өсіреді. Мысалы, Хайнс кетчуп бәрі біледі. Сол олар біз жарты жыл бойы олармен сөйлескеніміз, олар Қазақстанда келу тартуға тырысқанбыз былтыр. Сол сияқты себебі олар ойлағаны мүмкін бір жерде олар помидор өсірейін деп завод салайын деп помидор пейст шығару экспорт үшін Еуропаға басқа жерде сату үшін помидор пейст. Бірақ болмай қалды. Бірақ негізі сондай біздің жұмысы сондай ірі компанияларды Қазақстан шақыру, тарту, оларды инвест жасу. Қандай инвест? Завод салу және жергілікті жұмыстың орынды көбейту мақсатында, иә? Мақсатымыз. Енді бір, мысалы, енді осы 3 жылдың ішінде қандай компаниялар келді, немесе табысын ақшалай есептеп отырсыздар ма? Негізі бізді бірінші мен кішкене тарихы алдын айтайын. 3 жыл бұрын алғашқы құрған кезде негізі мақсаты Қазақстанның мұнайдағы көмірсутегін халықаралық нарыққа шығару жолдарын әртараптандыру үшін америкалық компаниялармен келісім шартқа отыруға көмектесу. Ол кезде біз Америкада орналасқан әртүрлі салалардың мамандарымен байланыс орындық. Олар мұнай және газ құбырларының, порт құрылысының, теңіз тасымалының білікті мамандары. Қазір геосаяси тұрақсыздыққа байланысты Қазақстанның Баку арқылы мұнай экспорттау жолдарын әртараптандыру өте маңызды. Бұл Иран арқылы ғой? Мына Баку арқылы, олар труба бар Бакуда, мына Ақтаудан Баку, мына сол олар Ақтаудан Бакуге де олар кеме арқылы жүру керек. Сосын мұнай олар Бакуда труба қосылады, сосын ары қарай Азербайжан арқылы Түркияға шығады. Сол труба мына көпір жол бар сол жолмен. Қазір Каспий теңізінде мұнай танкерлерінің тапшылығы байқалады. Инвестишем Қазақстан өзінің мұнай танкерлер флотын шығару үшін Қазақстанмен бірлесіп кәсіпорын салатын ірі мұнай танкерлерін жасауда тәжірибесі көп, америкалық компанияларды табуға көмектеседі. Сол біз деп жоспарлаған біз. Сол біз алдын-ала Қазақстанның үкіметімен сондай жобамен айналысқан біз. Бірінші осы бірінші жыл сондай мәселемен айналысқанды. Бірақ содан кейін Қазмұнайгаз олар өзі шешкені, біз бірінші өзіміз зерттеуіміз керек. Оларды бір компания жалдап алды, бір ғылыми консалтинг компания жалдап, осы
себебі олар өте терең компьютер модуль жасау керек, қандай танкер қанша размер керек болу керек, оларда терең зерттеу керек. Сол үшін олар бізді айтып тоқтады, біздің болашақта жасаймыз, бірақ қазір бізді өзіміз зерттеуіміз керек. Содан кейін тоқтағаннан кейін, содан кейін бізді көшіріп, мына тек қана сол мұнай тасымалдау үшін емес, бүкіл әртүрлі басқа да салаларды әртараптандырдыңыздар. Мысалы, мен бір бағдарламалардың барысын қарадым, ауыл шаруашылығы өнімдеріне инвестиция тарту деген бағдарламада бар, иә, дұрыс. Сондай айналысқан біз, және қазір мен айтамын, бірақ сол инвестишем америкалық компанияларға Қазақстанның барлық халқына пайдасын тигізетін тиімді инвестицияларды жасауға көмектеседі. Инвестишемнің ұраны халықтың өмірін жақсартатын толық ойластырылған жобаны жүзеге асыру. Инвестишем компаниясының кірісі америкалық компаниялардың өзара келіскен шағын брокерлік комиссиясынан түседі. Бұл тек америкалық компаниялар Қазақстанның мемлекеттік немесе жеке компаниялармен келісім шартқа отырғаннан кейін ғана жүзеге асады. Осы қызметтер үшін Қазақстан ешқандай шығын шығармайды. Яғни инвестиция тартқан кезде Қазақстаннан шығын шықпайды, әрине ол келеді. Одан кейін зауыт салма, енді осындағы бар зауыттарға инвестиция тартып көрдіңіздер ме? Мұнай тасымалдау жоба тоқтағаннан кейін, сол жоба кейінге шегерленгеннен кейін біздің консалтинг компаниямыз Қазақстанда нысандар ашқысы келетін шетелдік компаниялардан инвестиция тартуға бағытталады. Осы мақсаты біз оларға қолдау көрсету үшін Қазақ Инвестпен меморандумға қол қойдық. Қазақ Инвестпен жұмыс жасап отырсыздар? Иә, сол бізді 2 жыл бұрын бастап бізді Қазақ Инвестпен бірігіп жұмыс істеп жатырмыз, көмектесіп жатырмыз. Оларда шетелден инвесторлар табу үшін. Иә, сыртқы істер министрлігінде қарастырып Қазақ Инвест компаниясымен бірігіп Қазақстанға Америка, Еуропа, Кореядан инвесторларды тарту ісімен айналысамыз. Жаңа технология әкелу, зауыт салу ісі тиісінше жұмыс орындарын көбейту басты назарда. Бұл жерде мысалы, Жойл мырза, мынандай сұрақ, енді қазір инвестиция тарту дегеннен бұрын кәсіптің, бизнестің бағыттары, түрлері көбейіп кетті. Креативті индустрия деген шықты, қазір креативті бағыт. Мысалы, Кореяның өзінің табысын елдер біледі, сол оңтүстік Корея мемлекетінің. Америкада да бұл өндіріс жақсы дамыған деген сияқты. Алда осы консалтингтік компания бұл негізі әлемдегі нарықтың бағасын біліп отыру, оның өсуімен түсуін, бағаның, оны қадағалау, оның өзгерісін бақылау негізі консалтингтік компаниялардың басты міндеті. Осы мен бағана қойған сұрағымның жалғасы ғой. Жалпы инвестицияны тартқанда оның кәсіп тұрғысына қарамай сіздер тартыласыздар ма? Мысалы, қазба байлықтарына ғана емес. Мысалы, ауыл шаруашылығы болды, басқа да өндіріс салалары бар ғой, көптеген. Қазір бұған дейін біз айтып отқан жаңағы өнер бағыты кірді, креативті индустрия деген сияқты. Осыған инвестиция тарту бар. Соның айналасында сіздердің қазіргі осы 3 жылдың көлемінде тапқан табыстарыңыз, тартқан инвестиция көлемі, соны айтып өтсек. Иә, осы 1,5 жыл ішінде біз келістірген 4 компания 4 зауыт салуға көмектесіп жатыр. Сол бір компания Голландиядан келгені, олар ауыл шаруашылығы комбикорн завод туралы ойлап жатыр. Басқа компания Кореядан компания, олар пластик завод салайын деп тұр. Үшінші компания, оларда ауыл шаруашылығы жабдықтар, ирригация, суғару жабдықтар завод салайындар Көкшетауда. Төртінші Америкадан кел компания, оларда мына тамақ пісіретін жабдықтар завод салайын деп тұр. Сол бізді осы біздің
нәтиже осы 1,5 жыл ішінде осы 4 компания келіссөздер жүріп жатыр қазір. Иә. Зауыттар қай аймақтарға салынуы мүмкін? Қай өңірлерге? Мысалы Көкшетау ең мүмкін оларды мүмкін осы биыл жазды оларда сол компанияда олар олар ауа шаруашылығы заттар жабдықтар импорт алады және сатады, қазір оларды жоспарлап жатыр өздері завод салайын және өздері шығаруы, Қазақстан өзі шығаруға. Және олар өзі жер бар, өзі компания өзі көп жыл, 15 жыл бойы Қазақстанда жүрген, оларды дайын, олар тез істеуге болады. Біз қазір үкіметпен сөйлесіп жатырмыз, мына қаржылық жағынан оларды бірақ оларды мүмкін биыл жазды мүмкін бастауға болады, егер бәрі болса. Енді инвестиция тартылғанда әдетте инвестициялық жобалар инвестиция салатын, әрине кез келген бір кәсіптің дамуына қаражат жұмсайтын, ақша шығаратын компаниялар, немесе компания болмасын, ол мемлекеттік не болсын, олар даму бағдарламасын көріп тұрады ғой. Осы сіз айтып отқан жаңа 4-5 компанияның да болашақ табыстары қандай болуы мүмкін? Соның есебін, мысалы консалтинг компания оны шығару керек қой міндетті түрде. Олардың табысыға. Консалтинг бізде процент аламыз. Мысалы 1%, 2% біздің компаниямыз аламыз. Осы мына бірінші жылдың келісімде, келісі. Ол бірақ табыс таба бастаған сәттен ғой. Сол үшін консалтинг компания үшін бір жағынан осы біз брокерлік қызмет брокерлік қызмет кішкене қиын, себебі біз мүмкін 1 жыл жұмыс істейміз және тек қана аяғында ақша ала түседі. Біз өзіміз қаржылық өзіміз ақшадан өмір сүру керек, себебі көп уақыт күту керек мына ақша түсу үшін. Тәуекел бар, яғни. Кез келген бір жұмыстың артында. Ал енді осы сіздер өздеріңіздің осы компанияларыңызда, консалтинг компания, бизнес компанияда қандай жаңа, мысалы, болжам бар ғой, әлемдік нарықты болжау. Осыған жасанды интеллекттер келе бастады. Біз күн сайын қолданамыз. Қолданасыздар ма? Қалай енгіздіңіздер? Айтамын. Біз күн сайын ChatGPT қолданамыз. ChatGPT ең күшті программа, мына artificial intelligence, жасандық интеллект, қазақша жасанды интеллект. Және менің ойымша болашақта біз бәріміз күн сайын қолданатын боламыз. Мысалы, мен тек қана қанша болды, мүмкін 6 ай бұрын бастадым, және 6 ай бұрын қолдану бастады, мүмкін аптасында 1 рет қолданады. Сонан кейін мен сонша күшті пайдалы көргеннен кейін 2-3 аптадан кейін мен сол апта сайын 2 рет, қазір мен тіпті күн сайын аптасында 7 күн қолданамын. Себебі тек қана 1 жол ғана емес, мысалы қалай қолдануды айтамын. Мысалы бізді хат жазамын, электрондық почта хат жазамын, немесе WhatsApp текст жазамын. Мен бұрын мен өзім оймен ағылшын тілін жазатын болады. Қазір мен өзім жазым ағылшынша, сосын осы ChatGPT мен айтамын, осы copy-paste жасап, сосын тексеріңіз, ол таза өте әдемі ағылшынша шығады 1 секундтан кейін. Мен сондай әдемі хат жазу үшін көп уақыт кетеді. Қазір менде тез жаман ағылшынша қателермен жазамын, сосын ChatGPT береді, сосын сразу бірден өте әдемі шығады. Сол мысалы бұрын бір хат жазу мүмкін жарты сағат 20 минут кетеді. ChatGPT мен 5 минут ішінде сондай істеуге. Яғни сіз анау шетелдегі өзіңіздің әріптестеріңізге немесе келісімге келетін компаниялардың жалпы өкілдеріне хат жолдағанда ChatGPT-ға салып бір тексертіп аласыз оны? Сол керек емес. Және сол заңгер жағынан ол зары заң біледі, сосын мен сұрақ қоямын, осы заң туралы, сосын бірден информация береді. Және қазақ тілін ағылшынша, ол қазақ тілін
ChatGPT өте мен қазақ тілін мен ағылшынша хат жазамын, сосын ChatGPT аударып беремін, және бірден өте жақсы аударады. Мен бұрын Google Translate қолданамын, Google Translate'нен гөрі 10 есе көп жақсы аударады. Енді Жоэл мырза қараңыз. Алда осы ChatGPT ақыры келіссөздің хаттарын, келісімнің хаттарын, жалпы қандай да бір компаниялармен болатын өзара хат алмасудың барлығын мәтіннен өзі жазып беретін болса, немесе осы үлкен нарықтағы, әлемдік бизнестегі үлкен нарықтың бағасын, немесе консалтингтік кейбір қызметтерді олар да бір адам үйде отырып атқара алатын болса, сіздердің компанияңыздың ертең жүгінудің несі қалмай ма жалпы? Негізі ол өзі жасамайды, тек қана адам бұйрық беру керек қой. Адам керек, бірақ әшейін менің жұмысым, мысалы мен бір жыл бұрын мен 1 сағат жұмыс істейтін, мен қазір ChatGPT-мен мүмкін 10 минут, 15 минут ішінде істеуге болады. Қандай нәтиже шығады? Мен күн сайын 2-3 есе көп жұмыс шығар болады. Менің эффективный менің уақыты көп уақыт кетеді. Тиімді, уақыт өте тиімді. Бірақ негізі кез келген келісімнің басы қасында алақан алысатын сәтте адам тұру керек қой, екі жақта, әрқашан қарым-қатынасы керек, бірақ жұмыс үшін көп нәрсе жазу керек. Тіл жағынан қазақ тілін, ағылшын тілін, орыс тілінде ChatGPT көп көмек береді. Басқа нарықты зерттейтін қандай бағдарламалар қолданып енгізіп отырсыздар өздеріңіздің компанияларыңызға? ChatGPT-ден бөлек бұл енді мәтінге, басқа зерттеу қызметіне қарасты ғой. Басқа нарықтың бағаларды зерттейтін бізде басқа программа аты Airtable.com. Сіз естіген жоқсыз ба? Жоқ, естімедім. Airtable. Ол тегін программа, интернет cloud-based, ол екі версия, ақша төлейтін версия, тегін версия. Біз тегін версия қолданамыз. Және ол Excel, Microsoft Excel программа білесіз, Microsoft Excel spreadsheet. Осы Airtable-дің Excel-нен көрі өте күшті. Бізді ол датабаза программа. Датабаза программасы, және ол Excel программаның көрі Excel-дан тиімділігі, ол кестелерді, жалпы бағаларды, енді Excel программасын көбісі мына есепте, әсіресе кәсіпте жиі қолданады ғой. Себебі ол кесте жасауда, баға шығаруда, немесе жаңағы проценттерді көрсетуде, оларды есептеуде жақсы құрал. Құрал есептеу үшін. Бірақ кейбір көп адамдар тек қана есептеу ғана емес, олар дата база үшін қолданады. Бірақ дата база үшін Excel онша жақсы емес. Airtable.com осы одан да жақсы. Airtable.com, Airtable.com. Мен Airtable почти күн сайын қолданамыз Airtable. Airtable ішінде біз ол таблица сияқты біреу біздің клиенттің әр клиенті аты және информация қояды. Басқа жерде осы бірнеше таблица және олар байланысқаны, қарым-қатынасы бар және өте жеңіл және тез информация алу, пайдалану, жұмыс үшін өте тиімді. Және Америкада көп адамдар, менің олым ол Yale университет бітірген аспирантура IT-шник саласында. Ол сіздердің компанияларыңызда істей ме? Ол 100% емес, бірақ Америкада жұмыс істейді, және ол Microsoft жұмыс істейді. Ол Сиэтлда Microsoft компания жұмыс істейді. Және ол маған Airtable туралы айтты. Сол кісінің нұсқауымен, Ал енді Жоэл мырза тағы бір сұрақ. Енді сіздер кәсіп мынау мұнай саласы болсын, үлкен компанияларда өзіңізде 90-шы жылдардан бері үлкен компанияларда жұмыс істедіңіз. Бұл трансұлттық компаниялар ғой негізі барлығының. Осының ішіндегі қандай кәсіптер алда, осы жасанды интеллект дейді қазір, технологияның дамуы бар, қандай кәсіптер
маңызды, қандай мамандық жойылуы мүмкін деген сияқты, қай салаларда енді кенжелеу байқалады, қай салалар өрлеп дамып кетеді, осы тұрғыда бір сөз қозғасақ. Иә, жақсы сұрақ. Себебі осы мысалы ChatGPT арқылы кейбір профессия онша көп керек емес болады. Мысалы переводчик, аудармашы. Бірақ компьютер жағынан, әр адамның компьютер жағынан көп түсіну керек. Олар деңгейі жоғары болу керек, қалай программа қолдану, және программист, компьютер программист білу, және ChatGPT қалай қолдану өте тиімді. Егер адам сондай білімді тәжірибе болса, көп компания оларды жұмысқа шақырады және жақсы айлық береді деп ойлаймын. Себебі ол өте тиімді екен, компания үшін тиімді. Оларды және көп адамдар Қазақстанда көп адамдар білмейді осы туралы деп ойлаймын. Яғни компьютерлік білімді арттыру, компьютерді игеру, оны, яғни бұл сондай техниканың тілін түсіну ғой, өз саласына қажетті бірінші кезекте. Себебі ертең ауыл шаруашылығында болсын, мынау суармалы жерлерге болсын, мысалы тамшылатып суару деген сияқты бәрі технологияға жүгінеді. Бәрі технология, бәрі салаларда қандай профессия болса, егер адам компьютер жақсы білетін болса, олардың профессия одан да тез, тиімді жұмыс істей алады. Ол тіл сияқты, егер адамда өзі тіл білмесе, әр адамда бір тіл жақсы білу керек. Менде мүмкін екінші тіл болса жақсы. Егер тіл білсе, қалай жұмыс істей алмайсың. Сол сияқты компьютер ол тіл, және тіл адамның тілі болса, оларды көп нәтиже шығаруға болады. Және егер сондай болса, компаниялар жақсы айлық төледі. Себебі олар біледі, сондай тиімді адам, оларды көп жұмыс шығаруға болады. Мысалы, Хайнс егер кірсе, Хайнс, ол Қазақстанның жергілікті қызанақтарын ала ма? Қазақстанда өсетін қызанақтарды алады ғой? Қазақ қызметкерлер, көбінесе оларда 99% жұмысшылар Қазақстанда болады. Одан өнімді де, кәдімгі томатты Қазақстанның томаттарын ала ма? Олар фермер, негізі олар мысалы келісім шарт фермерлер қояды, және фермерлердің, бірақ оларды өрік, seeds, семе, дәнін ба? Дәнін, күнін береді, және олар технология береді, арнайы жаңа технология береді, олар үйретеді, фермерлер қалай олардың жолы өсіру керек, қалай өсіру керек, қандай сапа болу керек. Оларды және дәнін, олардың генетика, специальный генетика дәнін алып келеді, соны береді. Алып келеді, оларды бәрі салаларды жағынан олар біледі, дәл неге қалай жасау керек. Сосын олар тренинг жасап үйретеді, олар бәрі сол сияқты. Яғни ол тек қана жаңағы кетчуп өндірісі емес, ол кәдімгі томат, яғни сол қызанақ өндірісі де Қазақстанда дамуы мүмкін. Олар технология алып келеді, және оларда greenhouses қалай жасыл осы айнекпен не ғой жаңағы жылы жайларда өсіру. Олар сондай құрылады, оларда жүйесі, система бар, қалай жасайды. Олар тек қана ақшаға емес, олар технология алып келеді, және ноу-хау, қалай система, жүйесі алып келеді, және олар үйретеді, олар тек қана ақша беремей, олар білім береді. Қашан келеміз дейді енді? Өткен шкөрі келмейін болды. Неге келмейді? Нақты айтпайды. Оңтүстік аймақтарға келсе, ол ондай жақты жақын емес.
емес біріншіден. Екіншіден оңтүстік аймақта жылыжай өндірісі өте жақсы дамыған. Иә, дұрыс. Үшіншіден ол жақта күн райы табиғат ол да керемет, өте шуақты. Сондықтан осы уәжді тағы бір айтып көріңіз. Иә, бізді сөйтіп айтқанбыз, бірақ бәрібір оларды енді алда қазіргі әлемдегі саясатқа қарай бизнестің де өзінің құрылымы күрделене бастады ғой. Енді әлемде өзі енді Американың да қазір осы жағдаятты, әлемдегі дағдарысты бір тыныш достық қарым-қатынасқа келтіру үшін көптеген елдер жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде Қазақстан да бар. Әрине Қазақстан да өздері кезінде айтқан негізгі ұстаным ол бейбітшілік, татулық. Шын мәнінде енді бір шешімге келіп жатса, әрине ол кәсіптің де бір өркендеп, бір дамуына сеп болары сөзсіз ғой. Сондықтан сол бұған дейін қойған сізге сұрақ жаңағы инвесторлардың қателігі еді ғой. Иә, инвесторлар қателігі әртүрлі көп қателігі болады. Сол біріншіден шетелден инвесторлар келгенде негізі жергілікті мәдениет кішкене білгенің дұрыс деп санаймын. Және кішкене қазақ тілін білгенің дұрыс деп санаймын. Сол мына оларды осы жерде келсе және кішкене біраз уақыт тұрса, зерттесе, оқыса, оларды кішкене үйрену керек. Себебі Қазақстанда көп жақсы мамандар бар. Оларды Қазақстанның мамандардан, Қазақстанның адамдардан үйрену керек. Мына шетелден тек қана алып келу емес, бірақ оларды серіктес болу керек. Сол екі жақтан бір-бірімізді үйрену керек. Тек қана бір жақтан емес. Екі жақтан. Ал енді бір осы тұста сұрайыншы, осы Қазақстандағы сіз айтып отқан жаңағы кәсіпкерлер болсын, инвестицияға мысалы дайын орта болсын, солардың жақсы қасиеттері қандай? Мысалы қазақ елінде кәсіпкерлер тобының немесе жаңағыдай сол біз айтып отқан сіз айттыңыз ғой, енді олар келгенде осы жақтың бір салтына, осы жақтың әдебіне бір зерттеп, көріп, біліп дайын болғаны дұрыс деп. Иә. Осы жақтың енді бір сізге бір ерекше деп айтатындай Қазақстандағы осы кәсіптік бизнес нарығындағы ерекшеліктер бар ма, бір сізге ұнайтын жағымды жағы? Қайсы бір жақтарын, мысалы америкалық инвесторларға немесе шетелдік инвесторларға Қазақстанның қай тұсын алға шығарып айтасыздар? Мақтап, мысалы осы салсаңыз, ол тиімді деген сияқты. Қай тұсы? Иә. Қазақстанда оларды сенімді адам, мысалы оларды егер олар бір компания кірсе, оларды loyal, олар сол компанияға оларды жақсы қарайды және олар жақсы жұмыс істейді. Олар Америкада мысалы адамдар мүмкін бір жыл бір компания жұмыс істейді, сосын басқа компанияда көбірек ақша төлейді, сосын тек мүмкін жарты жыл жұмыс істейді, сосын басқа көшеді жарты жылдан кейін, бір жылдан кейін. Олар тұрақтылық жоқ. Оларды loyalty ағылшынша қазақша қалай болады. Оларды Қазақстан адамдар тұрақтылық және оларды сенім бар ма? Сенім бар, иә, компанияға сенім бар, байланысы бар. Американдықтар сондай емес, негізі мүмкін сондай емес. Және Қазақстанның мәдениеті, олар отбасылық, олар өте жақсы, отбасылық бір-бірімізді қарайды, бір-бірімізді көмектеседі. Америкада әр адам әлде қайда жеке тәуелді, оларды өзі туралы ойлайды. Қазақстанда кішкене өзімшіл немесе эгоизм сияқты. Қазақстанда көбірек коллективный, мына отбасылық, жанұялық туралы ойлайтын көбірек сондай. Сол маған ұнайды. Мүмкін сол үшін оларды компанияның қызметші болса, оларды сенімді қызметші болады. Тек қана жарты жыл, бір жыл емес, оларды 5 жыл, 10 жыл, 20 жыл жұмыс істей береді. Және олар қуанады.
Америкада адамдар 20 жыл 10 жыл бір компанияда жұмыс істейтін өте сирек кездесетін нәрсе. Жиі көшеді басқа. Сонда сіздің айтпағыңыз тұрақтылықта бір нәтиже, жетістік бар ғой. Тұрақты болған сайын жетістікке жету ықтималдығы, мүмкіндігі көбірек қой. Иә. Тұрақтылық жақсы ғой. Иә, тұрақтылық жақсы. Компания үшін тұрақтылық жақсы. Иә. Өйткені ол маман, сол компания өмірге келген сәттен, компания осы іргетасы қаланған сәттен оның барлық кемшілігін де артықшылығын да біледі ғой, себебі сол адам. Иә, дұрыс. Ал енді Джоэл мырза, стартаппен айналысатын, стартап идеялар ұсынатын, жобалар жасайтын, немесе кәсіпкерлер халықаралық нарыққа өздері инвестор ретінде шыққысы келсе, қандай кеңес ұсынар едіңіз, қандай кеңес айтар едіңіз? Көп қазақтар LinkedIn туралы білмейді. Ерекше егер олар шетелден компаниямен жұмыс істегісі келсе, сол міндетті түрде LinkedIn профайл жасау керек. Сол біздің резюме сол жерде қоясың, ол барлық көруге болады. Ол тек қана бизнес өкілдері ғана емес, кәсіпкерлер ғана емес, яғни барлық адам, кез келген адам өзінің түйіндемесін сол жаңағы біз айтқан осы әлеуметтік желіге орнатса, ол жерде әрбір компания көреді, өзіне керекті мамандарды сол жерден алып, яғни тілдесу болады, әртүрлі өздерінің жаңағы қалау талаптары болады. Соған жауап берсеңіз жазбаша түрде, немесе жаңағыдай Skype арқылы, жаңағы Zoom арқылы келісіп, кеңесіп, компанияда жұмыс істеп жатқан мамандар бар, оны көпшілік біледі. Яғни сондай бір әлеуметтік желде, яғни әлемдік деңгейге шығу үшін әлеуметтік желдегі мүмкіндіктерді пайдалану керек қой бірінші кезекте. Иә, LinkedIn сияқты. Жұмыс үшін LinkedIn ең атақты сондай программа сол жағынан. Ал енді Джоэл мырза, осы енді бұл әрине соңғы сұрақ емес, дегенмен әдетте енді барлық кез келген кәсіп өкіліне, кез келген сала маманына қойылатын бір дәстүрлі сұрақ деп айтсақ болатын шығар әрине. Болашағы, сіздердің компанияларыңыздың болашағы қалай сіздер өздеріңіз болжап біліп отырсыздар? Қанша инвестиция тартады, немесе алдағы қызметтер қалай болады деген сияқты? Иә, болашақта бізді Қазақстандағы ең бірінші консалтинг компания болғысы келе ретінде көреміз. Ұзақ мерзімде жоспарламыз сондай болашақта жаңа салаларға шығару, қызметкерлерді көбейту, технология мүмкіндіктерді арттыру және клиенттерді ерекше құндылық ұсыну. Сол бізді қазір біздің компания үлкен емес, бізді тек қана мен Қазақстанда шетелден адам тек қана мен әйелім құрметті демалыста зейнетке шықты. Және бізде жергілікті 3 қызметкерлер бар Астанада. Сосын Америкада бізде адамдар бар. Бірақ егер біздің басқа клиенттер болса, біздің жұмысы көбейтетін болса, бізді жаңа қосымша жұмысшылар аламыз және өсіреміз, қызметкерлер қабылдаймыз. Одан өзге кеңес берумен де айналысасыздар ғой. Үлкен, мысалы бір компаниялар, шағын компаниялар өздері үшін менде өсіп, өздерінің осы өрісін кеңейтіп дамыған кезде, олар да үлкен компания болғысы келеді. Сол кезде сіздің тәжірибеңіз бар, бұған дейін де үлкен компанияларда, трансұлттық компанияларда істеген еңбегіңіздің өтілі бар, оның нәтижесі бар, тәжірибесі бар дегендей, кеңес берумен де айналысасыздар, компания? Иә, дұрыс. Сол біздің қызметте кеңес беру. Және бізді кеңес береміз, және біз контакт, себебі біз көп адамдар білеміз. Байланыс бар. Байланыс таныстырамыз, нетворкинг байланысамыз. Сол байланыс жағынан, нетворкинг жағынан көмектесеміз. Және
ол өте тиімді, өте пайдалы, өте сол бір нәрсе өте, тек қана Қазақстан ғана емес, Америкада өте маңызды сондай нетворкинг, байланысу үшін. Ол нетворкингтің өзінің сондай бір заңдылықтары бар ғой. Әлемнің кез келген адамымен бір жақсы алақан алысу арқылы барлығымен де сәлем сауқат орнатуға болады деген сияқты. Яғни әсіресе бизнесте бұл нетворкинг, яғни байланыс құру, бұл ең бірінші қажеттілік, бірінші талаптардың бірі. Джоэл мырза, енді осы мереке қарсаңындағы эфир, сізден бір тілегіңізді, батаңызды тыңдайық сіздің. Енді сізде ақсақалсыз ғой. Рахмет. Жәке деп. Сізді енді жұрт құрметтейді. Жақсы, бата, осы мерекемен бата берсем, сол мен қол жайып айтамын. Бәрекелді. Сол Алла тағала сенің бізге деген жақсылығың мен мейірімің үшін алғыс етеміз. Қазақстан гүлдене берсін. Біздің дұғаларымыз естігенің үшін алғысымызды білдіреміз. Аумин. Аумин, айтқаныңыз келсін. Наурыз мерекесі, әз наурыз, ақ мол болсын, қайда жүрсеңіз де жол болсын. Расында да бизнесте бастаған жолдарыңыз да даңғыл болсын, және сапар ұзақ болсын. Бізде сондай ерекше тілек айтқымыз келеді. Себебі бұл мереке күн мен түннің теңесетін айы. Осы адамдардың бір өкпесі, назы болса, реніші болса, оны да кешіретін ай. Сондықтан бір-бірімен тату тәтті өмір сүретін осындай тамаша бір мерекеге бастау болады. Ол өзі Қазақстанның да өзінің жалпы қазақ халқының да болмысына жарасып тұрған мереке ғой. Өзінің болмысымен бірге кездескен. Ал сізге айтар алғысымыз да зор, көрсетер құрметіміз де орасан. Себебі сіздің де осы біздің тілге, ұлтқа, салт дәстүрімізге көрсеткен құрметіңізге осындай бір ыстық ілтипатпен, ықыласпен рахмет айтқымыз келеді. Аман сау болайық, құрметті көрермен, ардақты радио тыңдаушы. Рахмет, сау болыңыздар. Эфирде 19-21 подкасты.